Қайырлы таң ағайын. Сіздерге бүгін домбыра үйренудің құпиясы туралы айтатын болам. Бізбен бірге болыңыздар. Тағы да ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздерге домбыра үйренудің құпиясы туралы айтатын болам. Осы бір әсем табиғат аясында сіздер домбыра үйренудің құпиясын білетін боласыздар. Жалпы домбыра үйренудің қиындығы жоқ. Оңай әдіспен үйреніп кетуге болады. Домбыраны сандар арқылы санап тауып үйреніп кетуге болады. Ол үшін мына домбыраның пернелері бар. Домбыраның пернелерін санап табамыз. Яғни мынау бірінші перне, екінші перне, үшінші перне. Осы рет-ретімен санау арқылы домбыраны үйреніп кете аласыздар. Мысалы 5 пен 7, үстінен 5-ші перне. 1, 2, 3, 4, 5, үстінен 5, астынан 7-ші перне. Басамыз, мысалы төмен қағыз немесе жоғары. Мысалы 5 пен 5. Сол сияқты сандарды санап табамыз. Көрдіңіздер ғой, мысалы жақсы адамдар мәнінде үстінен 5-ші перне, 1, 2, 3, 4, 5, астынан 7-ші перне, 5 қағыз қағамыз. Қайттан 1 қағыз, 8-ші перне, қайттан 5 пен 7, 5 пен 5, 5 пен 3. Сонда мынадай әуен шықты. Қайталап тартсаңыздар, қосып мынадай әуен шығады. Көрдіңіздер ғой достар, міне домбыра үйренудің ешқандай қиындығы жоқ. Үйреніп алыңыздар. Ал сәттілік.